Ақжайық ски рейс. Оралдықтар жаппай шаңғы тепті. Жастар жылына орайластырылған спорттық сайыста 1000-ға жуық адам бақ сынады. Қыс маусымының жабылуына кәсіби спортшылар, сала ардагерлері, студенттер, мектеп оқушылары мен қала тұрғындары қатысты. Этноауыл маңында ұйымдастырылған шаңғы жарысына кәсіби және әуесқой спортшылар жиналып, олардың дені хабарландыруды әлеуметтік желіден көріп біліп, бақ сынауға бел буған. Шаңғышылар өздері таңдаған 2,5-5,7,5 шақырым қашықтық бойынша жарыс жолына шықты. Бәсекеге қабілетті озық 30 елдің ортасынан ойып тұрып орын алуда жастардың рөлі зор. Сондықтан спорттық сайыс жастар жылына орайластырылып отыр. Бүгінде спортты серік еткен батыс қазақстандықтар 30% құрайды. Бұқаралық спортқа белсене қатысатын әуесқойлар қатары артқан. Бұл әрине біріншіден бұқаралық спортты дамыту мақсатын өткізіп жатырған, және енді қысқы сезонды бітіріп жастар жылына арналып отыр. Көп жастар қатысып жатыр, оқу орындарынан келіп жатыр, оқушылар, үлкен кісілер. Бұл енді өте қуантарлық жағдай. Себебі жалпы біздің облысымызда жаңа спортқа, соның ішінде бұқаралық спортқа қызығушылық өсіп келе жатыр. Оны өзіміз көріп отырық. Көптеген мекемелер өзі бізге ұсыныс білдіріп жатыр. Осындай жарыс өткізсек деген. Сол енді мынау әрине көп шараның бірі. Жақсы, көңілді күйде өтіп жатыр. Өзімде жүріп келдім. Бір дистанцияны өзіме ұнады өте. Белгіленген қашықтықты бағындырып, үздік атану оңайға соқпады. Марат Карменов мәре сызылған алғашқылардың бірі болып кесті. Өте керемет күн болып тұр. Елбасымыздың жастар жылы деп жариялануына байланысты міне ондай керемет қалада шара ұйымдастырылып жатыр. Мына біздер де аға буын болсақ та осындай шарадан қалмай қатысып, өзім 50-ші мектепте жұмыс жасаймын. Оқушыларымды алып келіп осындай жақсы шараға қатысып, өте қуанып, күш алып, қуат алып, ары қарай жұмыс істеуге осы дайынбыз. Ал 5 жасар Жанарыс Нұрлыбек ең жас қатысушы аталымында үздік деп танылды. Неде Ағытай, папа, мен шаңғы теккердім, 5-тен, шана теккен ұнайды. Спорттық шарада оза шапқан жүйріктерге диплом, естелік сыйлықтар табысталды. Гүлден Аюпова, Нұрлан Идиров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.